Ассаламу алейкум, құрметті ағайын. Health Priority компаниясы, немесе орысшасы приоритет здоровья, осы компанияның маркетингі жөнінде. Енді бұл компанияда мынандай әдіс қолданады. Адам тіркелгеннен кейін оның мүмкіншілігі бар адамдарды сол жағына немесе оң жағына тіркеуге. Әрине ол адамдар да өзінен кейін оң жаққа не сол жаққа қарата тіркейді адамдарды. Міне осылай команда развиваться етеді. Енді қараңыз, сіз тіркелдіңіз, сіздің спонсор сізді жаңағы өзінің айтарлық оң жағына тіркеді. Сіз спонсордан кейін оң жаққа тіркелдіңіз. Спонсордың келесі тіркелген адамдары сізден кейін оң жағыңызға келіп түседі. Спонсордан мына бірінші адам, мынау екінші адам дейік. Енді сіз сол қарама-қарсы жағына бір адам қоятын болатын болсаңыз, сізге ең бірінші бонус степ төленеді. Степ мына активация жасаған пакеттерге байланысты. Егерде оң жағыңызда $500 пакет, сол жағыңызда $500 пакет болатын болса, осы 500-дің 50% сізге кабинетке төленіп береді. $250 сразу. Артарлық оң жағыңызда сізде адам бар, сіздің спонсорыңыз, 2000-ға тіркелген. Енді сол жағыңызға сіз адам тіркедіңіз, бірақ ол $500-ға тіркелді. Степ қай жағы аз, сол жағынан есептеледі. Сол жағынан есептеледі де сізге $250 степ төленіп береді. Бірақ та егерде мына 500-ге тіркелген адам ертең ақша қосып $1,500, өзінің пакетін $2,000-ға дейін апгрейд жасайтын болатын болса, сізге компания тағы да $750 төлеп береді. Бұл степ бонусы. Түсінікті болу үшін келесі бонус бинарды қарап шығайық. Міне сізден кейін жаңа біз айтқандай спонсордың 2 адамы бар оң жағыңызда. Енді сол жаққа сіз бір адам қойдыңыз, стебіңізді алдыңыз. Ал енді сол қойған адам өзінен кейін бір адам қойып жататын болатын болса, сіз тағы да степ аласыз. Өйткені оң жағыңызда адам бар, сол жаққа адам келді, степ. Енді мына Б1 деген адам тағы бір адамды қойды дейік. Ол кезде ол өзі степ алады. Өзі степ алады, және де оң жақтағы адам, ол да бір адам қойып жататын болатын болса, ол да өзі степ алады. Ал енді осы жерде қызығын қараңыз. Мына 2 активациядан B3 пен C1-ден сізге компания бинар төлеп береді. Бинар аз жағынан қай жақтың объемы аздау, сол объемнан, малая нога дейді ғой, содан 10% төлеп отырады. Мына 2 активациядан сіз бинар аласыз. Ары қарай қараңыз қалай болады. Мысалы, айтайық, мына B3, D1 деген адамды қойды дейік. Оң жағыңызда да бір адам пайда болды. Сол кезде сізге тағы да степ төленеді. Ары қарай D1 деген, D2 деген адамды қойды дейік. Оң жағыңызда да бір адам пайда болды. Тағы да степ. Міне, степ деген осы. Екі жақты бір адамнан бір уровеньді бір-ақ рет. Мына уровень дейді ғой, мына бірінші деңгей, мына екінші деңгей, мына үшінші, мына төртінші. Осы әр уровеньді бір-ақ рет степ болады. Ал қалған мына орындар, егерде активация жасап жататын болатын болса, айтарлық мына степке қатыспаған орындар активация жасап жататын болатын болса, ол кезде сізге бинар төленеді. Сол кісілердің активациясынан бинар төленеді, бірақ та бір шарты активация екі жақта да болу керек, оң жақта, сол жақта. Сол кезде қай жағында азырақ активация болды, сол активациядан сізге 10% компания бинар кабинетіңізге сразу төлеп береді. Келесі бонус повторный покупка дейді, вторичный покупка дейді. Бұл оң жақ сол жаққа бөлінбейді. Бұл мына деңгейге байланысты, уровеньге байланысты. Бірінші, екінші, үшінші уровень. Егерде пакет 250 болатын болса, адам үшінші уровеньға дейін жаңағы осы бонусты алуға мүмкіншілігі бар. Егерде пакет 500 болатын болса, 6-шы уровеньға дейін, пакет 2000 болса, 9-шы уровеньға дейін. Тағы да
бір шарты, егер де 250-лік не болмаса 500-лік пакет болатын болса, міндетті түрде мына именно осы бонусты алу үшін активация жасау керек. $30 бір зат сатып алып активация жасаса, сол кезде осы бонусты алуға мүмкіншілік алады. Айтарлық бірінші уровеньде біреу бірдеңе бір зат алды, екінші уровеньде біреу бірдеңе алды, үшінші уровеньде ешкім ештеңе алған жоқ. Бұл жерде ешкім жоқ, бірақ төртінші уровеньден біреу бірдеңе алып жатыр. Сол кезде мына төртінші уровень сіздің үшінші болып есептеледі. Міне бұны компрессия дейді. Осылай міне 9-шы уровеньға дейін сіз әр сатылымнан өзіңізден кейінгі адамдар бірдеңе сатып алып жататын болатын болса, соның жалпы қорытындысынан бір айда қанша сатылым жасалады, соның қорытындысынан 5%-ын компания сізге төлеп береді. Міне осындай ерекше мүмкіншілік беретін маркетинг. Айта кету керек, бұл жерде өзіңіз көрдіңіз, жаңағы бүткіл сіздің алып отыратын бонусыңыз, сіз бір-ақ адам шақырып алуға мүмкіншілік беретін сондай маркетинг. Бұл жерде табыс өте мол. Сондықтан компания шектеу қойып отыр. Егер де сіздің пакетіңіз 250 болатын болса, сіз күніне $250 артық ала алмайсыз. 500-лік пакет 500-ден артық аламайды. 2000-дік 2000-мен шектеледі. Міне, ал енді бұл табысты күнделікті алып отыруға толық мүмкіншілік бар, оны көздеріңіз жетіп отыр. Әсіресе мен бұл компанияны адам шақырғым келмейді, адам шақырғанды жек көрем деген адамдарға, пассивті табысты жақсы көрем деген мінекей. Мұнадан артық сіздерге қандай пассив керек? Егер де сұрақтарыңыз қалса, осы видеоны жіберген адамға хабарласыңыз. Не болмаса, осы видеоның астында менің контактыларым болады. Сол контактылар бойынша жекеме шығып сұрақтарыңызды қоюға болады.